Сәлеметсіздер ме? Мен Шелек политехникалық колледжінің өндірістік оқыту шебері Асубаева Гүлім Сәбитжанқызы. Екінші номерлі қара жәшіктен шыққан азық-түлік топтамасынан жасайтын тағамымыз кептірілген өрік салмасы бар тауық етінен орама. Олар тауық еті, тары, фисташки, кептірілген өрік, кәді. Қосымша үстелден қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұздықтар, тұз және де қыша тұздығы, лимон, сұйық май, соя тұздығы, зәйтүн майы және де аскөктер. Ораманы жасамастан бұрын біз тауықтың етін аламыз. Оны бірінші сыртқы қабатын тазалап кесіп алуымыз керек. Содан кейін ортасын кесіп бастаймыз. Тауықтың етін дайындап алдық. Азықтық қаптаманы аламыз да орғылап бастаймыз. Екінші жағын орғылаймыз. Орғылап болғаннан кейін арнайы дәмдеуіштерді, тұздықтарды қосамыз. Тұз қосамыз. Енді соя тұздығы мен қыша тұздығы қосылған соуспен майлаймыз. Тауықтың етінің тек бір жағын ғана майлаймыз. Майлап болғаннан кейін біз фисташкиді алып тауықтың етінің үстіне себеміз. Кептірілген өрікті аламыз да тізіп қойып шығамыз. Ораймыз. Орауды бастаймыз. Дайын болған орамамыздың үстінен кәді тілімдермен қаптаймыз. Дайын болған кәдімізді алып, тауық орамасын қоямыз. Оны ораймыз. Дайын болған ораманы кесеміз. Енді таяқшаларды алып қыстырамыз. Тағам таяқшаларын қолданбастан бұрын салқын суға салып қоямыз.
Дайын тұрған рулетімізді өз қалпына келтіріп, соуспен майлаймыз. Екінші жағында міндетті түрде майлауымыз керек. Дайын болған рулетімізді табаға алып қоямыз. Дайын болған рулетімізді алып, 200 градус ыстықта қызып тұрған пешке жарты сағат қоямыз. Қышқыл тәтті тұздығымызды жасау үшін бізге 4-5 кептірілген өрік керек. Оны алып, суға салып қайнатып аламыз. Кептірілген өрігімізді алып, блендерға саламыз. Керекті мөлшерде езіп бастаймыз. Өзімізге керекті мастан алып, ыдысқа салып, оған аз мөлшерде су құйып, қайнатып аламыз. Тұздығымызға лимон сығындысын қосамыз. Араластырамыз, бізге керекті тұздық дайын. Тұз және қара бұрыш қосылған тары ботқасын алып, шар тәріздес пішін береміз. Шар тәріздес пішіннің салмағы 50 грамм болу керек. Пішінді жасағаннан кейін фисташкаға аунатып аламыз. Тағамымызды алып, ұсынуға дайындаймыз. Шар пішіндес гарнирімізді алып, толықтырамыз. Өрік салмасы қосылған тауық етінен жасалынған орамамыз дайын. Оны тары ботқасынан дайындалған шар тәріздес қалып берген гарнирмен толықтыра келе, қышқыл тәтті өрік тұздығымен ұсынамыз. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.